Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Сіздермен бірге Алтынай. Және де мен бүгін сіздерге Tesla компаниясына өте оңай анализ жасаудың тәсілімен бөліскім келіп отыр. Нефкадан алынатын бізде алдымен білесіздер, иә? Анализ жасамас бұрын ең алдымен бізде сызылып алынатын уровень бар. Ондай уровень бізде ең алдымен алдыңғы күннің жабылу бағасы. Например, қараңыздар, мына күн, дәл қазіргі мына қозғалып тұрған свечка, ол дәл қазір ашылған свечка, иә, бір жарты сағат бұрын ашылған свечка, бүгінгі ашылған свечка. Және де бүгін мына свечканың қай жерге қозғалатынын біз қалай білеміз? Біз осы свечканың несіне, цена закрытиесіне қарау арқылы білеміз. Осы свечкаға анализ жасау арқылы білеміз. То есть, қараңыздар, енді мен мына күннің цена закрытиесін сызып алдым. То есть, бізде бұның жабылу бағасы 444,26 нефка бойынша, иә. Енді қараңыздар, нефкадан алынатын маңызды уровень. Левый ближнийға өтеміз. Баға не істегісі келді, мына жерлерде неге барып тіреліп қалды, осының барлығын қараймыз, иә. Мен көріп тұрмын, мына жерде қаншама күн бойы, мына кезден бастап, иә, мына кезден біз мына дистрибуционный құлаған свечкамен жұмыс жасап тұр екенбіз. То есть, мынаның түбінен құлаймыз, қайтадан ішіне кіріп аламыз. Құлаймыз, қайтып ішіне кіріп аламыз. Ішінен мынаның ортасынан, мынаның төбесінен және мынаның түбінен біз бір бағытқа қарай шыға алмай жатырмыз. Значит, біз нефка бойынша осы дистрибуционный свечкамен көп болды жұмыс жасап тұрғанымызға, иә. Және де алып аламын мен бұның төбесін, мінекей 470-54, бұның төбесі, дистрибуционный свечкалардың төбесін мен осындай жасыл цветпен белгілеймін. Цена закрытияны обязательно қызыл цветпен, және де бұның мен алып аламын астыңғы жағын, лоу бағасын, иә, 36,00 екен. Енді ең маңыздысы бізде осы жерде осы уровеньнің ортасын табу, иә, ортасын табу. Так, осының ортасын міне алған кезде, мына максимум бағаға тіреп аламын, иә, макс баға деп. Мына макс баға привязка жасап алғанда менде 453-те 25 деген уровень екен. Міне, нефка бойынша мен осы уровеньдарды ғана алдым. Қалған мына жердегі мына жердегі гептар, мына жердегі басқаша уровеньдар, үстіндегі уровень, астындағы уровень деген мен вообще бүгін мүлдем бұны не істеген жоқпын, алған жоқпын. Себебі басымды қатырмаймын. Мені қараңыздар, нефкадан алынған менде қанша уровень? 1, 2, 3, 4 маңызды уровень бар екен. Так, осы уровеньдармен де жұмыс жасай беруге болады. Бізге нақты бүгінгі дәл қазір қай жерге жүріп беретінін бізде 4 сағаттық таймфрейм анықтайды, иә. 4 сағаттық таймфрейм бойынша мен не істеймін? Мына жерде міне 4 сағаттық таймфрейм бойынша көріп тұрмын мен, иә, мінекей кеше не істегенбіз? Почти 453 жаңағы дистрибуционный свечкамыздың ортасы дедім, иә. Мен қазір экранымды екіге бөліп алып алайын. Мына жерде менде қараңыздар, міне 4 сағаттық таймфрейм. Мына жерде менде Теслада daily таймфрейм. Енді қараңыздар, уровеньді ұмытып қалмас үшін бастапқыда анализ жасап отырған кезде дәл осылай екі экранға бөліп жасап отырсаңыздар болады. Енді қараңыздар, мен 4 сағат бойынша не көріп отырмын? 4 сағат бойынша мен көріп отырмын 453,25 дневкадағы мына свечканың ортасы екен, иә. Осы ортадан құлап кетсем, мен қай жерге келемін? Дневканың запас кодасы бойынша осы дистрибуционный свечканың табанына дейін келем, иә. Бұл бізде daily таймфреймнің запас кодасы бойынша. Және де бұған бізді қанша уақыт алып кеп береді? Бұған бізді бүгін маркет жабылғанша осылай бір свечкамен түсіріп береді. Ал ол мынандай 4 сағаттық, 1 сағаттық, 30 минуттық таймфреймдарда баға қалай жүріп береді бізге? Былай алып келіп, осындай картинка жасап жүріп беру мүмкін. Daily таймфрейм бойынша ол осындай тек қана бір-ақ свечка болып тұрады. Ал кіші таймфреймдар бойынша осындай неше түрлі қызыл-жасыл свечка болып тұру мүмкін. Енді қараңыздар, 4 сағаттыққа өттім. 4 сағаттықта мен көріп тұрмын мына екі свечканы, иә. Примаркеттің екі свечкасы 453,25-тің астынан жабылып қалыппыз, иә. Астынан жабылып қалыппыз. Осы жерде енді қараңыздар, 4 сағаттың свечкасы не істеп тұр? Дневкадағы мына алған
төрт уровень өте мықты жұмыс жасап тұр екен. Цена закрытияның жабылу бағасынан біз бүгін геп ап қылып ашылып алған екенбіз. Бүгінгі гепті, свежий гептарды, дәл бүгінгі ашылған премаркет кезіндегі, мен оны алып аламын обязательно. Міне ашылу бағасы 446-да 15 свежий геп. Енді қараңыздар, қалай түсіндірмек, бізде қандай түсінік болып тұр осы жерде. Баға цена закрытиядан кеше автомаркет кезі құлап кетті, құлап кеттік та, но бүгін премаркет кезінде геп ап қылып бізді ашып тастады. Қай жерден? Цена закрытияның үстінен ашты, цена закрытияның үстінен геп ап болып ашылдықта, мына дневкадағы мына свечканың ортасына дейін келіп тірелдік. Енді қараңыздар, бізге лонгқа кету үшін не істеу керек? Баға 453,25, мына дистрибуционный свечканың дневка бойынша, үстіне қарай отырып закреп берсе, мен барамын қайқа дейін? 470-ке дейін бүгін өсіп баратын едім мен бүгін. Ал егер де мынаның астынан, 453,25-тің астынан, мен құлап жатсам не істеймін? Конечно, мен осы жерде дейлидің запасы мына 36, зеркалкасынан құласақ табанына, немесе зеркалкасынан көтерсек төбесіне барамыз. Біздің жағдайда дәл бүгінгі күні әдемі 453,25 деген уровеньнан төмен қарай баға қараңыздар қалай кетіп тұрған. Дәл қазір баға құлап тұр. Қай жаққа келе жатыр? 436-да 0,0-ге келе жатыр. Көрдіңіздер ма? Дневкадағы алып отырған 4-5 уровеньмен ғана мен бүгін жұмыс жасап отырмын осы жерде. Көрдіңіздер ма? Өте мықты. Бұлардың закрепін енді қалай қарайсыздар? Мына жерде менде 4 сағаттық таймфреймді былай қойып қояйын. Мына жерде менде баға 4 экран болады менде негізі. 4 экранда ауысып отырады. Мына жерде 5 минуткамен қарайсыздар. Қараңыздар, алғашқы 5 минуттық таймфрейм не істеген? Алғашқы 5 минуттық таймфрейм мына жерден ашылды. 53,25-тің астынан келіп жауып тастады. Баға не істеді? Дневкадағы жаңағы алып отқан дейлидағы мынандай дистрибуционный свечкамыздың ортасын ложна келіп прошивать етті. Көрдіңіздер ма? Ала алмай қалды. Мына жерде лонгқа кіруге ешқандай да себеп жоқ. Сол үшін де 53,25-тен не істедім? Мен бүгін шортқа 53,25-тен кірдім. Осы жерден мен бүгін $922 табыс таптым бүгінгі күні. Так, қандай свечкамен кірдім енді қараңыздар. Мынау 5 минутканың свечкасымен, конечно, кірген жоқпын. Мен мына 2 минуттың свечкасымен кірдім. Қараңыздар. Қай свечкамен кірдім? Бүгін 2 минуттық таймфреймге қарап кірдім. Алғашқы 2 минуттық таймфрейм келді, астынан жабылды. Көріп тұрмыз, глубокий фитиль просто келіп фитильмен прошивать етті. Егер де 53,25-тің үстіне отырып алсам, мен баратын едім осы жерде 470-ке дейін, Но дневкадағы өте мықты зеркалканың үстіне мен шыға алмай қалып тұрмын осы жерде. Міне 53,25 деген уровень бізде мына дистрибуцияның ортасы, шықсам мен не істейтін едім? Бұның төбесіне дейін барып беретін едім. Егер мен шыға алмасам, бұның үстіне осының ортасынан құлайтын болсам, бүгінгі келіп беретін запас қодам қазір маркет жабылғанша 36-дан қанша? 0,0 мынаған дәл қазір жылжып береді баға. Қараңыздар, мен мына нені закрепті көріп кірдім. 2 минуттың екінші свечкасынан мен кірдім. Осы жерден кіріп, осы жерге дейін ұстадым да, мен бүгін $922 плюспен тейкімді алып шықтым. Және де мына жердегі консолидационный движенияларға мен дальше 36-ға дейін күткен едім бүгін. Бірақ мен шығып кеттім, потому что менде не болды? Қанағат болды. Так, енді қараңыздар. Бізде баға дальше продолжает құлап жатыр. Қалай құлап жатыр? Алғашқы 15 минуттық таймфрейм не істеді? 453,25-тің астынан келіп дистрибуционно құлап берді. Так, енді осы жерде қараңыздар, мен қалай ойлаймын? Дальше мен 36-ға дейін күтіп отырмын, но мен 36-ға дейін күтіп отқанымды қай жерден қараймын осы жерде? 15 минуттың таймфрейм, алғашқы 15 минуттық жабылды. Дистрибуционно құлап жабылғанын көріп тұрмын, Значит, баға не істейді? Дистрибуционный құлап келсе, осының ортасына дейін не береді? Откатын береді. Осының ортасы зеркалкасына дейін өсіп келеді баға. Ала алмай қалса, не істейді? Келесі 15 минуттық таймфрейм уже бізде мынаған дейін құлап беретін запасы болады. Не істеді?
келді да алғашқы екінші 15 минуттық таймфрейм зеркалканы ала алмай астынан жабылып қалды. Келесі 15 минуттық таймфрейм тура осы зеркалкадан әдемілеп тұрып құлап берді. Енді бұл дневка бойынша бүгін түнге дейін жабылып беретін запас ходасы бұл 36:00 деген. Бүгін түнге дейін, сағат түнгі 2-ге дейін осы жерге осылай келіп беру керек негізі. Но мынау кіші таймфреймдарда жүрісі қалай болады? Например, 2 минуттық таймфреймдарда міне қызыл, жасыл, қызыл, жасыл, қызыл, жасыл, қызыл, жасыл болып жүреді. 15 минуттық таймфреймда да тура сондай болып жүреді. Ал часовик бойынша қарайтын болсақ, міне алғашқы часовигіміз қазір 22 минуттан кейін жабылады. Алғашқы часовик не істеуі мүмкін? 22 минуттың ішінде келіп импульс болса әдемілеп 36-ға дейін бір құлап кетуі мүмкін. Вот бүгінгі анализ міне осы уровеньдармен ғана жұмыс жасадық. Өте әдемі уровеньдар болды. Сол үшін де дневкадан цена закрытияны алып отырған кезде артық уровеньдарға мән бермейсіздер. Артық уровеньдарға мән беріп уже кез келген уровеньді ала бердіңіздер ма, геп екен, мынау геп екен деп әртүрлі жердегі уровеньді не істейсіздер, шатасу болады осы жерде. Тек қана көздеріңіз көріп тұрған, өздеріңізге түсінікті болып тұрған уровеньдарды ғана аласыздар. Сіздермен бірге болған Алтынай. Кешегі комментарийларыңызды естіп жатырмын. МС-тарға разбор түсіріңізші деген. МС-тарға разбор түсіретін едім. Просто қараңыздар. МС-тар бізде міне қанша күн бойы неучинский жүріп қалды. Мына жерде міне МС-тар бізде қатты қысылып жатыр. Міне дәл бүгінде денесі қысылып тұр. Поэтому бұған бір разборды кейінге қалдырсақ, иә. Видео ұнаса лайк басып, міндетті түрде комментарий жазып кетіңіздер. Келесіде қандай видео түсірейін, соның барлығын комментарийге өз ұсыныстарыңызды жазып кетіңіздер. Келесі көріскенше сау болыңыздар. Видео ұнаса достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.